Сәлем достар, бүгін бізде буға пісіріліп, ысталған жылқы еті мен қазысы. Осылайша жылқы етін алдымен бұрыш, тұз, сарымсақ жағып, әбден кептіріп аламыз. Кептіріп дайындап аламыз. Бұл менің Жамбыл облысы бойынша бір ауыл бір өнім жарысында шығарған өнімім болатын. Осылайша белгілі бір себептермен уақыт өтіп, енді жолдап отырмын сіздердің назарларыңызға. Ал қазымызды саламыз. Қазыда солайша кәдімгі жылқының қазысын сарымсақ, тұз, бұрыш араластырып, дайындап, кептіріп аламыз. Осы қазыны енді осылайша тесеміз, жарылып кетпеу керек. Тесіп, осылай дайындап аламыз. Өйткені біз буланып атқан кезде қазыны тесе алмай қаламыз, сондықтан бірден тесіп салып аламыз. Мантаваркамызға суды молырақ құйып, қайнатып дайын тұрған суға етімізді, қазымызды салып, 3,5-4 сағат уақытқа булауға жібереміз, қайнатуға жібереміз. Бұл бізде табиғи өнім, ешқандай ішінде нитрат жоқ, ешқандай краситель жоқ. Дайын қазымыз, етіміз дайын болды. Бәрін шығарып алып аламыз. Сәл салқындағаннан кейін жаңа ыстайтын аппараттарыңызға салсаңыздар өте керемет болады. Менде ыстайтын аппарат жоқ, сондықтан мен қолдан жасадым. Пешін соғып, бөшке қойып, әрине балаларымның көмегімен осылайша қазы жылқы етін ыстап шығардым. Жылқының етінің исі өте керемет болып тұр. Қазыдан ғана емес, жылқының етінің өзінен де қазының дәмі шығады. Өте керемет. Жегенде ыстағаннан кейін тегі тамаша болады. Бұл дайын өнім, пісіп дайын болғаннан кейін сіз оны 4 сағатқа ыстайсыз. Міне мен жасаған пешім, бөшке. Осылайша астындағы сеткаға шилар қойдым, ағаштар көріп тұрсыздар, шошайып көрініп тұр. Соның үстіне майда еттерден қойып, қалған еттерді, ірілерді тұрған темірге іліп қойдым. Қазымды, етімді іліп 4 сағатқа ыстауға жібердім. Әрине баламның көмегімен. Ыстап жатқан кезде біз ең бірінші назар аударатын нәрсе, жаңа опилкамыз дейміз ғой, ағаштың қалдықтары, майда қалдығы. Бұл жемістің ағаштарынан болса, ысталған еттеріңіз, қазыларыңыз өте дәмді болады. Меніңке дайын болды. Ал енді астарыңыз дәмді болсын. Бұл бизнес идеяға да тамаша кетеді. Бір ауыл бір өнім жобасы бойынша осылай жаңағы асот несімен жарысқа қатысқан болатым. Вакууматорыңыз бар болса, осылай вакуум деп мынандай қазыны тіліп, жаңа чупа-чупс жасасаңыздар, өте керемет идея. Барлықтарыңызға сәттілік.